моншаның ішіне кірсем, моншаның ішіндегі кастрюль қақсып тұр ғой, ішінде дым су жоқ. Сонымен түнде күйеуім теңізден келген, азанда моншаны дайындап қойшы, өзім жағам деген соң азанмен ерте тұрып осыны істедім. Түнімен жаңбыр жауған, азанда да сіркіреп тұр, жер деген балшық. Осы шлангілерді жалғаймын деп жүргенде түс болды. Bir шланг ұзын, біреуі қақиып қалған, біреуінің басының сәйкес келмейді. Сол қорадан да іздедім. Әйтеуір өйтіп бүйтіп бір-бірін жалғап суды құйдым ішіне. Ай, мына шлангілерге жынымның келгені, қолыма бір ақша түссе шланг алмасам болмайды екен бұлай. Моншаның ішіне аяғымның балшығымен даланы айдап-айдап осының ішіне кіріп кеткем ғой. Сонымен ішіндегі шелектердің барлығын жуып, мына шлангы қақиып қалған ғой. Я, былай көрінбейді, я, үзіліп кетеді. Сонымен шелекке қойылмайды. Сонымен жынымның келіп, ішін барлығын тазалап, суын құйдым әйтеуір. Ішім болып енді сыртына шықтым, отынын дайындап қояйын десем, отының барлығы түнде жаңбырдың астында қалған. Сонымен су екен. Папа түнде тұрып бетіне қаптар жауып тастаған. Соның барлығын алып ішіне салдым. Біздікі деген труба, ішіне ошақ салмаған. Соның жыным келгені, папа осы моншаны биыл бұзамыз, ішіне кәдімгі ошақ қылып саламыз, қыста да далада жақпаймыз, ішіне жағамыз деп әйтеуір айтады. Бірақ істейтін шығар енді жазда. Түске дейін біраз шаруа бітірдім. Күйеуім теңізге кетеді, соның тамағын, кірін барлығын жуып дайындап бердім.